Қайырлы күн, құрметті оқушылар және мұғалімдер. Бүгін сіздерге класс скрин программасының қолдану ерекшелігін және әдіс-тәсілдерін үйрететін боламын. Мысалы, бұл жерде көптеген әдіс-тәсілдері бар, яғни кері байланысқа, топқа бөлуге. Мысалы, кері байланысты алатын болсақ, ең бірінші мұнда сұрақ қойсақ болады. Осы жерге мысалы сабақ ұнады ма деген сұрақ қояйық. Және үш түрлі, мына жақта 2, 3 осылай кете береді. Мен үш түрлі смайлик, яғни үш түрлі көңіл-күй смайлигін алдым. Және кез келген оқушы келіп өзінің сабақ ұнағанын осылай көрсетеді. Жоғары деңгейде, орташа және төменгі. Мүмкін жоғары, орташа, төмен. Орташа, міне осылай басады әр оқушы келіп. Және осыны осылай үлкейтуге болады. Осы жерден қаншалықты көрінгенін, яғни статистиканы шығарып көруімізге болады. Және көрсетпейтін қылып қойсақ та болады, мына құлыпты басып. Және мына жақта қанша адамның кері байланыс бергені көрсетіліп тұрады. Яғни, міне, қаншалықты, міне статистиканы көрсек болады. Қаншалықты жасыл болса, ол демек ұнады деген сөз. Сары ол орташа деңгейде, қызыл ұнаған жоқ. Яғни бұл кері байланысқа өте жақсы әдіс тәсіл. Келесі тест түрінде берсек болады. Мұнда сұрағымызды жазып, мындай варианттарды беріп, соны белгілеу арқылы. Келесі түрі кері байланыс немесе кәдімгі сабақтың тақырыбын ашу мақсатында қойылатын сұрақтарға жалған және қате деген секілді, дұрыс және жалған деген секілді true false әдісі арқылы берсек болады. Мұнда демек сұрағымызды жазамыз, мұнда варианттарды жазамыз. Келесі бізде топқа бөлу әдісі. Осылай үлкен қылып алу бізге ыңғайлы. Мұнда оқушылардың аты жөнін жазамыз. Мысалы, Алма. Кез келген оқушылардың атын жазып көрейік. Міне, үшеуі жеткілікті. Міне, бұл жерде біз сұрақ, яғни тақтаға оқушыны шығару арқылы сұрақ береміз, және оқушыны кімнің шығатындығын осы сайт арқылы, осы приложение арқылы тапсақ болады. Балаларға ұнайтын әдіс. Яғни балалар сыныпта 20 оқушы болса, 20-сының тізімін жазып шығамыз да, осы сайт арқылы кез келген біреуін шығарып саламыз. Міне, Айдана шығыңыз, Алмат деген секілді. Келесі бізде, міне, оқушылардың сыныптағы тыныштығын бақылаймыз. Яғни, осы, егер оқушылар тыныш отырған болса, осы көк түс. Егер қатты шулап кетіп, дауыстар қатты естіліп, сабаққа кедергі етсе, міне, қызылға барады. Ол кезде мұғалім осылай ескерту жасап отырады. Яғни бұл оқушылар тыныштандырылу үшін берілетін әдіс тәсіл. Келесі, сабақтың тақырыбын ашу мақсатында презентация емес, міне осымен фотоға қойып, тақырыпты жазып қойсақ болады. Яғни тақырыптың берілген суретін қойсақ болады. Келесі, мұнда тапсырманы орындау барысында интерактивті тақта болмауы мүмкін. Мүмкін ноутбук болуы мүмкін деген секілді. Сондай қолайсыздықтар тудырмас үшін осында жазса болады. Как планшет ретінде қолдануға болады. Да, не жазулар жазуға болады. Осылай. Және оны біз өзгерте аламыз. Үлгілерін. Келесі әдіс бізде светофор әдісі. Яғни бұл жерде балаларға тапсырма береміз, және оның уақыты. Міне қызыл, сары, жасыл. Яғни тапсырма берілді деген секілді. Және тапсырманы тексеруге дайындалыңдар, яғни мұғалімге тексертуге дайындалу, және тапсырманы тексерту деген секілді. Осылай қолдансақ болады. Немесе ойын барысында, топқа бөлу барысында қолдансақ болады. Келесі бізде уақыт. Мұнда таймер қосып қоямыз.
таймер қосып қоямыз, яғни тапсырма беру барысында біз 3 минуттық уақыт береміз деген секілді. Демаса 10 минут осындай тапсырмаларды беріп, уақытқа қойып қоямыз, және уақыт болған кезде тапсырманы орындап, оқушылар мұғалімге тапсырады деген секілді. Осында да уақытты қойсақ болады, міне. Жалпы осы. Бұл сайттың ерекшелігі, мұнда топқа бөлу, жалпы сабақтың бас аяғына дейін берілетін әдіс-тәсілдер бар. Яғни сабақтың тақырыбын ашу үшін біз фото қойып қою, не болмаса жазу секілді, міне. Фото қою және жазу. Және уақыт, тіпті балалардың шуламауын қамтамасыз ететін жаңағы сигнал беретін неде бар, функцияда бар. Және де кері байланыс та жақсы қамтылған. Не? Слайд. Түрлі әдіс-тәсілдерді осында тапсақ болады екен. Келесі QR. Осында QR белгілейміз. Мұғалім өзінің QR-ын белгілейді топқа бөлуге, не болмаса ойындарға тікелей телефон арқылы қатысу үшін осында QR-ды қояды, және балалар одан өтіп сол ойынды ойнайды. Жалпы осы, және де топқа бөлудің ең бір керемет үлгісі осында бар. Мысалы, мұнда жаңағы оқушылардың аты жөнін жазып шығайық қайтадан. Кез келген оқушының атын жазамыз. Сыныптағы барлық оқушыны қамту керек. Және міне 3 топқа бөлгіңіз келсе, мынаны 3-ке қоясыз. 2 топқа бөлгіңіз келсе, мынаны 2-ке қоясыз. Егер 4 топқа бөлгіңіз келсе, 4-ке. Осылай кете береді. Ол оқушының санына байланысты. Мысалы, біз 3 топқа бөліп көрейік. Және мына жерде дизайнын өзгертуімізге болады. Өзімізге ұнайтын дизайн кез келген. Мысалы, осыны алып көрейік. Яғни 4 топқа бөледі. Міне. Осылай аты жөндері өздері шыға келеді. Мынаны өшіп тастаймыз. Үлкейтеміз. Мінекей, жаңағы жазған оқушылар 3 топқа осылай автоматты түрде бөлінді. Бұл әдіс өте тиімді. Оқушының да, мұғалімнің де уақытын алмайды, өзі бөліп береді. Жалпы осы сайттың ерекшелігі сабақтың бас аяғын қамтып, осы сайтпен өтуге де қолайлы. Жалпы осы әдісті сіздерге жұмыс барысында оқу мақсатында қолдануларыңызға өте тиімді, сіздерге ұсынамын.